Кино бұл өнер. Ал біздің киногер жобамыздың осы өнердің керемет туындыларымен өнер айдында қанат қағып жүрген өнер адамдары жайлы. Жобамыздың бүгінгі саны Қазақстан Жастар одағы серпер сыйлығының лауреаты, Бауыржан Момышұлы атындағы намыс орденінің, Қазақстан Республикасы мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендиясының иегері, театр және кино актері Еркебұлан Дайыров жайлы болмақ. Актер 1986 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз топырағында дүниеге келген. Театр Тарланбоздағы Еркебұлан Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында музыкалық драма актері мамандығын алып шығады. 2006 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актерлік құрамында. Театр мен кинодағы рөлдерінің арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Кинода көбінесе сыртқы образ, кейіпкермен ұқсастық, тіпті бірге бір дәл үйлесім табу басты орынға қойылады. Бірақ екеуіне де ортақ нәрсе кейіпкердің ішіне үңілу деген актер кино әлемінен де алшақ емес. Бауыржан Момышұлы, Анаға апарар жол, Қазақ елі, Жұлдыздар тоғысқанда, Тараз, Алтын Орда секілді бір қатар фильмдерде ойнаған. Ойнаған рөлдерінің дені тарихи персонаждар болғандықтан, тарих сахнасында қазақтың қазақ болып қалу үшін тер төккен тұлғаларды өнер тілмен сөйлету барысында өнердің бағасы үшін құрбандыққа барған. Мысалы, жауырыны жерге тимеген, Алашқа ән оздырған атақты Балуан Шолақтың рөлі үшін 10 килограмм артық салмақ қосып, батырды айнытпай салу үшін бірнеше айлар дайындалып, өз рөлін жоғарғы деңгейде алып шыға білген. Еркебұлан сахна, кино әлемінен ыстық екенін жасырмады. Мен мақтан айталам, қазақты танытып жатқан ол мәдениеті, өнері. Шетелдерге бір мысқал өзін-өзі көтеру керек болса, деңгейін біз осы өнер арқылы көтере аламыз, және сол өнердің бір кірпішін қалап жүргенде өзімді бақыт сезінемін. Еркебұлан Дайыровтың еңбегі елеусіз қалған емес. Марапаттарына тоқталар болсақ, 2013 жылы Қазақстан Жастар одағы серпер сыйлығының иегері атанды. Қазақстан Республикасының мәдениет пен өнер саласындағы мемлекеттік стипендиясының иегері, Бауыржан Момышұлы атындағы намыс орденінің иегері. 2016 жылы Қазақстан тәуелсіздігіне 25 жыл медалі, 2017 жылы Қазақстан кинематографистер одағының жыл таңдауы 2017 сыйлығының үздік ер адам рөлі аталымы бойынша марапатталды. Театр көктемі фестивалінің бірнеше мәрте жүлдегері атанған.